Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге қамыры мүлдем жарылып, езіліп кетпейтін тұшпараның рецептісін ұсынамын. Өзім осы рецепт бойынша үнемі жасаймын, сіздерге жасап көруге кеңес етемін. Алдымен ыдысқа ұнды саламыз. Ортасына кішкене шұңқырша жасап, 2 ас қасық сұйық май, 1 дана жұмыртқа және дәміне қарай тұз қосамыз. Енді барлығын сәл араластырып, үстіне қайнап тұрған ыстық су құямыз. Қолымыз пісіп қалмас үшін алдымен шанышқының көмегімен, содан соң қолымызбен қамыр илейміз. Қамыр жұмыс жасауға өте ыңғайлы, жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздерде ұнның мөлшері көп немесе аз кетуі мүмкін, себебі ұнның сорты әртүрлі болғандықтан енді шамалап қарайсыздар. Үстін жауып, шамамен 30 минутқа демалдырамыз. Енді салмасын дайындайық. Ол үшін тартылған етке, яғни фаршқа 1 дана пиязды қосып, дәміне қарай тұз бен бұрыш қосамыз. Егер фарш майсыз болса, онда қойдың құйрық майын ет тартқыштан өткізіп салып жіберсеңіздер, өте дәмді болады. Мінекей қамыр дайын болды. Енді ортасынан 2-ге бөліп, қамырды жаямыз. Қамырды қатты жұқартпаймыз. Неке шамамен осындай көлемде жұқартып жаямыз. Содан соң пышақтың көмегімен 4 бұрыштап турасаңыз болады. Мен осындай арнайы ойықты қолдандым. Домалақ кетіп жасаған ұнайды. Енді тұшпараның салмасын салып, барлығын түйіп шығамыз. Мен бұл тұшпараларды мұздатқышқа қатырып қоямын. Сіздерге қазір қайнатып көрсетейін. Алдымен суды қатты қайнатып алуымыз қажет. Дәміне қарай тұз қосып, сәл осындай қасықтың көмегімен воронка жасаймыз. Тұшпараларымызды салып, сәл араластырып, су қайнаған сәттен бастап 7-8 минуттай қайнатамыз. Орта отта қақпағын жауып қайнату қажет. Қақпағын толығымен жақпаңыздар, су тасып кетуі мүмкін. Мінекей дайын болды. Қараңыздар, бірде-бір тұшпара жарылған жоқ, езілген жоқ. Қамыры өте әдемі болып шығады. Рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.